Мариям Раббысына ат аталғаннан кейін жүрек тынышталады. Мен сенің Раббыңның елшісі қанамын. Басқа ешқандай ниет, ешқандай нәрсе жоқ бұл жерде. Ли ахаба лаки ғуламан закия. Алла тағала саған тап-таза пәк бір ұлды сыйлауды қалады. Мен сол сыйды алып келдім дейді. Міне осы кезде Мариям алейхиссалам айтып отыр. Қолат анна якуну ли ғуламын. Менде бала қалайша болады? Валам ямсасни башарун, валам аку бағия. Екі себепті айтады баланың дүниеге келеді. Біріншіден, менің күйеуім жоқ. Екіншіден, мен жеңіл жүрісті емеспін. Бала екі тұрғыдан не некеден келеді, не жаңағы жеңіл жүрістен келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы нәрсені өзінің маңызды түсіндіріп, тіпті өзіне байланысты өзінің шежіресін жаңағы тегін баяндаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Хорочту мен никахин дейді. Мен некеден шыққанмын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Валам ахруж мен сифахин. Никах деген сөздің кері қарғымы сифах. Некесіз, жеңіл, зина деген нәрсені сифах дейді. Мен некеден шықтым. Мен жаман жолдан шыққан жоқпын деп айтады. Мин ладун адам. Анау Адам алейхиссаламнан кеп маған дейін. Иля ан валадани аби ва умми. Ата-анам мені дүниеге келтірген күнге дейінгі тізбекте күллісі неке таза дейді. Валам юсибни мин сифахил жахилияти шейюн. Мынау кейінгі замандағы надандық дәуірдегі жеңіл андай болған жағдайлардан бір нәрседе жұқпаған дейді менің шежіреме. Көріс ғой. Олай болса, қыз бала өзінің күйеуінің мысалы, жаңағыдай мысалы шежіресін сақтайтын нәрсе ғой ол ертең болашақта. Сондықтан ол жер көздің қарашығындай сақталу керек. Егер де ол нәрсенің, сол нәрсені жаңағы мысалы өзіңіз ойлаңыз, Мариям анамызды Құранда мысалы Тахрим сүресінде де айтатын болса, жаңағы ва Мариям ибната Имрана бинта Имрана аллати ахсанат фарджаха. Әнбия сүресінде де ахсанат фарджаха. Сол жерін сақтаған деген мағынада өзіңіз ойлаңыз. Екпінді не нәрсеге береді? Күллі қыз балаларға, әйелдерімізге. Сенің қадырың, сенің күзететін орның сол деп отыр. Сенің күзететін орның сол. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйленетін кезде айтады. Унзуру айна тадауна нутофикум. Әлгі тамшыларыңды салатын орындарыңды таңдаңдар дейді. Таза мен таза. Бұл тазалықтың Алла тағала заяға кетірмейді. Оны керемет нәрсе қылады болашаққа. Сөйтіп біріншісін көрдіңіз ғой. Маған ешқандай жуымаған. Ғұламалар айтады, бұл жерде мен күйеуде емеспін ғой. Менің күйеуім жоқ. Сондай-ақ мен жеңіл жүрісті емеспін дейді. Жалпы осы жерге дейін келетін болсақ, жаңағы Закария мен жұбайынан Яхияның дүниеге келуі, ол тоқтап қалған қуатты іске қоса салу. Мына жерде жағдай басқаша. Бұл жақта әке жоқ. Міне сонда қараңыздар. Мариям сол адамзат, сол күнге дейін адамзаттың танып келген қоғамдағы кәдімгі танып келген ереже. Ер мен әйел. Ерлі зайыпты болу керек, бала дүниеге келу үшін. Осының негізінде сөйлеп отыр.
Бірақ Алла Тағала бір керемет құдіретін таныстыруда осы жерде. Жибрил хабарды жеткізіп отыр. Жауабын қараңыздар. Жибрилдің «Қала казалика қала роббуки хуа алайя хаййинун». Менде бала қалайша болады деген кезде Раббың сенің солай деп жатыр. Раббың сенің солай деп жатыр, бұл маған оңай дейді. Бұл маған оңай дейді. Оны жаратудағы мақсат не? وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Оны мына айналаңдағы адамдарға Алланың жолына шақырушы ретінде, Алланың шексіз құдіретінің белгісі ретінде жасамақшымыз.